Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен кинематика тарауының жалғасын, яғни оның ішінде бір қалыпты айнымалы қозғалыс, горизонталь, вертикаль қозғалыстар және көкжиекке бұрыш жасай лақтырған дененің қозғалысын қарастыратын боламыз. Ендеше кеттік. Енді біз өткен сабақта бір қалыпты қозғалысты қарастырдық, бір қалыпты қозғалыста бізде жылдамдық тұрақты болды. Ал енді біз бүгін бір қалыпты айнымалы қозғалыс өтеміз. Қараңдар, айнымалы дейтін сөз қосылып бізде. Айнымалы қозғалыс. Енді айнымалы қозғалыс деген не? Соған тоқтала кетейік. Айнымалы қозғалыс дегеніміз дененің жылдамдығы өзгеріп отыратын қозғалыс. Яғни дененің жылдамдығы кез келген жылдамдыққа өзгеріп отырса, бұл бізде айнымалы қозғалыс болады екен. Түсінікті ғой, яғни 70-пен кетіп бара жатқан көлік 50-ге жылдамдығын өзгертсе, я болмаса 80-ге арттырса, я болмаса 10-ға түсірсе, бұл бізде, яғни жылдамдығын әртүрлі өзгертіп отырса, бұл бізде айнымалы қозғалысқа жатады екен. Түсінікті болса кеттік. Бір қалыпты айнымалы қозғалыс дегеніміз жылдамдық бірдей уақыт аралығында бірдей шамаға өзгеретін қозғалыс. Яғни бір қалыпты өзгеріп отырады, бір қалыпты кемуі мүмкін, я болмаса бір қалыпты артуы мүмкін. Енді бір қалыпты айнымалы қозғалысын мына жерге шартын жазып қойдым. Бір қалыпты айнымалы қозғалыс кезінде айтқанымдай жаңа жылдамдығымыз бір қалыпты өзгереді, ал үдеуіміз константы, яғни тұрақты болады. Біздің өткен сабақта жылдамдығымыз тұрақты болса, ал бүгінгі сабақта үдеуіміз тұрақты екен. Енді үдеу деген не деп сұрақ қоюлары мүмкін? Үдеу дегеніміз жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығы. Ол қалай? Мысалға бір БК дейтін бала бір көлікпен кетіп бара жатсын, және оның көлігі 10-мен кетіп бара жатсын, и ол жылдамдығын арттырсын, давайте. 10, 20, 30, 40 деп жылдамдығын арттырып жатыр 40-қа дейін. Енді осы уақыт аралығында ол оның үдеуін тап деп бізге сұрақ қояды. Оның үдеуі қаншаға тең болады? Қараңдар, айтып қараңызшы, қаншаға тең болады? Оның үдеуі 10-ға тең болады. Ол жылдамдығын 10-ға арттырып жатыр, әр уақыт бөлігі сайын 10 дейтін бірдей шамаға арттырып жатыр. Яғни жылдамдықтың өзгеру шапшаңдығы бізде үдеу екен. Ол А-мен белгіленеді, және оның өлшем бірлігі бізде метр бөлінген секундтың квадраты екен. Түсінікті ғой, өлшем бірлігін біліп жүріңдер, бұл міндетті түрде. Қараңдар, мына жағдайда бізде үдеуіміз қаншаға тең екен? А тең 10 метр бөлінген секунд квадрат деп жазады екенбіз. Кеттік, түсінікті болса, келесі бізде бір қалыпты айнымалы қозғалыстың теңдеулеріне тоқталамыз. Оның ішінде горизонталь қозғалысқа қараңдар. Горизонталь қозғалыс деген мындай қозғалыстар, яғни оған пойыздың, көліктің, ұшақтың, кеменің қозғалыстарын жатқыза алады екенбіз. Енді мына жерге мен 3 теңдеу жазып қойдым. 3 негізгі теңдеу. Бұл 3 негізгі теңдеу. Осы теңдеу арқылы барлық формулалар қорытылып шыға береді. Негізгі кітапта көптеген формулалар бар, үдеудің көптеген формуласы бар. Тағы да осы тақырыпқа байланысты 14-15 шақты формулалар бар. Ал мен негізгі 3 теңдеу жазып қойдым. Және осы 3 негізгі теңдеу арқылы барлық формулалар өрнектеле береді. Қалғандарына бас қатырып, миларында ауыртпай-ақ қойсаңдар болады. Осы үшеуін жақсылап түсініп алсаңдар болды, қалғандары өрнектеліп шыға береді екен. Түсінікті ғой? Осы үшеуін жаттап аламыз. Қараңдар, S тең болады v0 t плюс-минус at квадрат бөлінген 2. Бұл жолдың теңдеуі екен. Ал екіншісі біздің соңғы жылдамдықтың үдеу мен жолға тәуелділігі, яғни соңғы жылдамдық пен үдеу, оның жолға тәуелділігі. Соңғы жылдамдықтың үдеу мен жолға тәуелділігі. Түсінікті, ал соңғы жылдамдықтың үдеу мен уақытқа тәуелділігі ол мына формуламен өрнектеледі екен. Енді мына жерде S деп отырғанымыз жүрілген жол, оны білесіңдер. v0 деп отырғанымыз бастапқы жылдамдық, жазып қойын. v0 бізде бастапқы жылдамдық. Бастапқы жылдамдық. Ол бізде метр бөлінген секундпен жазылады екен. Енді бастапқы жылдамдық дегенді былай түсінсеңдер, былай есептеп мысалға көлік орнынан тыныштық күйінен қозғалды десе, бастапқы жылдамдығымыз 0-ге тең екенін сендер түсіну керексіңдер. Бұл логичный, көлік себебі қозғалыста тұрған жоқ, ол тыныштық күйінде тұр. Тыныштық күйінде жылдамдық қаншаға тең болады? Әрине 0-ге тең болады. Сондықтан ондай есептерде біздің формуламыз былай ауысып кететін кездер болады. Қараңдар, S тең болады at квадрат бөлінген 2 деп. Неге ауысып кетті? Себебі бастапқы жылдамдығымыз 0-ге тең болды. Есептің шартында сендерге айтады, бастапқы жылдамдығы 0-ге тең деп жазбауы да мүмкін. Сендер есептің шартынан түсінуің керексіңдер, себебі көлік тыныштықта тұрған. Мысалы, көлік орнынан қозғала бастады десе, бастапқы жылдамдық бізге 0-ге тең екені белгілі, осылай формуламыз өзгереді екен. Енді мына жерде А деп отқанымыз үдеу, жаңа айтқанымдай, орысша ускорение дейді, үдеу. Оның өлшем бірлігі бізде метр бөлінген секунд квадрат.
Енді үдеудің бұдан неше түрлі формулаларын қорытып шыға беруге болады. Мысалға, кітапта мынадай формуласы бар, иә, негізгі формуласы бүйтіп жазып болады: v минус v нолевой бөлінген t деп. Осы формула қайдан шықты деген сұрақ болуы мүмкін. Қараңдар, мына өрнек арқылы өрнектей берсеңдер болады. Мына жерден үдеу тапсаңдар, бізде v нолевойымыз мына жаққа минус болып барады да, t бөлу болып барады. Сонда мына формуламызға қол жеткізеді екенбіз. Қарап тұрсаңдар, барлық осы үш негізгі теңдеу арқылы өрнектеле береді. Ал ендігі мәселе мына жерде плюс минус деп тұр ғой. Осыны қандай кезде қолданамыз деп сұрақ қоюлары мүмкін. Қараңдар, плюсты есептің шартында көлік үдемелі қозғалды, көлік жылдамдығын арттырды десе плюс қоясыңдар. Яғни жазып қойын мына жерге плюсты сендер үдемелі десе, үдемелі қозғалыстарға қолданасыңдар. Үдемелі. Яғни жылдамдығын арттырып жатыр, көлік үдемелі қозғалды десе, осы плюсты қоясыңдар. Ал минусты кемімелі қозғалыстарға пайдаланасыңдар. Кемімелі. Яғни жылдамдығымыз төмендеп жатыр, көлік тормоз басып жатыр, тежеліп жатыр десе, осы минусты пайдаланасыңдар. Ендеше кеттік. Енді біз келесі вертикаль қозғалысты қарастырамыз. Вертикаль қозғалыс деген жаңа былай, жоғары төмен қозғалыстар. Яғни тасты жоғары лақтырды, болмаса төмен лақтырды деген қозғалыстарды қарастырамыз. Ондай жағдайда формуламыз дәл сол формула, тек мына жерде өзгерген h пен g да. Дәл сол формула, мына жерде үш формула тұр ғой, мына үш формула. Дәл осы формула мында жазылып тұр. Мән беріп қарасаңдар. Тек бұл жерде s-тің орнына h тұр, ал a үдеудің орнына g тұр. Көрдіңіздер ме? G тұр, мына g тұр. Бұл неге олай болды? Қараңдар. Біз горизонталь қозғалыста s-ті жол ретінде қарастырамыз. Ал вертикаль қозғалыста жол ретінде біз биіктікті қарастырамыз ғой. Сондықтан біз s-ті h-қа теңестіре береді екенбіз. Яғни өлшем бірліктері бірдей, екеуін теңестіре берсек болады. Ал вертикаль қозғалыста бізде еркін түсу үдеу болғандықтан, үдеудің орнына еркін түсу үдеуін теңестіріп жаза береді екенбіз. Бізде жерде еркін түсу үдеуі қаншаға тең? 9,8-ге тең, 9,8 метр бөлінген секунд квадрат. Я болмаса есепте сендерге жуықтап 10 метр бөлінген секунд квадрат деп бере береді екен. Ол енді есептің берілгеніне байланысты өрнектей бересіңдер. Енді ең соңғы формулаға мән берсек, h max v нолевой квадрат бөлінген 2g. Бұл формула қайдан шықты десек, қараңдар, мына формулаға байланысты. Бұл мына формуланың қорытылып шыққаны. Яғни осы үш формуладан барлығы қорытылып шыға береді. Енді қараңдар, плюс минус тұр ғой. Осының қай кезде қолданамыз деп тағы да сұрақ қоюлары мүмкін. Бұл да дәл сондай жағдай. Яғни үдемелі десе плюс қоясыңдар, кеммелі десе минус қоясыңдар. Вертикаль қозғалыста мысалы бір тас лақтырсын, бк дейтін бір баламыз тас лақтырсын жоғарыға. Тас лақтырғанда оның тасы үдемелі қозғала ма, жоғары лақтырғанда? Қалай ойлайсыңдар? Үдемелі қозғала ма, кеммелі қозғала ма? Өздеріңіз жауап беріп көріңдер. Лақтырған тас бізде кеммелі қозғалады. Неге? Себебі оның лақтырған тасы жылдамдығы азая береді, жоғарылаған сайын. Және жылдамдығы азая беріп, ең жоғарғы нүктесіне, максималды биіктігіне жеткенде оның жылдамдығы 0-ге тең болады да, ары қарай ол ұша алмайды да, ол байғұстың ары қарай ұшайын десе, енді жылдамдығы жоқ қой, 0 болғандықтан, амалсыз құлайды ол төменге. Түсінікті ғой. Оның жылдамдығы 0 болады. Сол кезде біздің жылдамдығымыз, соңғы жылдамдығымыз 0-ге тең болған кездегі биіктік бізде максимал биіктік деп аталады екен. Түсінікті ғой. Осы арқылы сонда мына формуланы шығаруға болады. Жаңа айтқанымдай, соңғы жылдамдығымыз 0-ге тең болғандықтан формуламыз былай өзгереді. Мына соңғы жылдамдықты алып тастаймыз, себебі 0-ге тең болды. Сонда минус v нолевой квадрат тең минус дейміз, себебі жоғары кеммелі қозғалады. Жоғары лақтырғанда тас кеммелі болғандықтан минус 2gh деп формуламыз өзгереді. Енді мына жерден h тапсақ, h тең v нолевой квадрат бөлінген 2g болады екен. Сонда қараңдар, мына формула осы жерден шығып тұр екен. Түсінікті ғой. Ендеше кеттік. Енді көкжиекке бұрышпен лақтырылған дене, енді барлық денеміз бізде 90 градуспен тік жоғары, тік төмен лақтыра бермейді ғой. Түсінікті ғой. Мысалға бір градуспен де лақтыруы мүмкін, 60 градуспен деген сияқты. Ондай жағдайда мына формулаларды пайдаланамыз. Міне, сосын мына теорияны жаттап алыңдар. Бір денені мысалға қандай жылдамдықпен жоғары лақтырсақ, сол жылдамдықпен кері төмен түседі, егер ауа кедергісі ескерілмесе. Яғни, мысалы, мен ручканы 10 мен лақтырсам, 10 метр бөлінген секундпен лақтырсам, ол кері 10 метр бөлінген секундпен кері жерге құлайды, егер ауа кедергісін ескермесе. Осы теорияны жаттап алыңдар. Түсінікті ғой. Енді
мына жерде h max деп отқанымыз дененің ең жоғары көтерілу биіктігі, ол мына формуламен анықталады. Жаңа мына h max бар ғой, h max тең болады v нолевой квадрат бөлінген 2g дейтін. Дәл сол формула мына жерде тұрады. v нолевой квадрат бөлінген 2g дейтін. Тек мына жерде синус квадрат x тұр. Ал мына формулада неге синус квадрат 2x жазылмады? Синус квадрат x неге жазылмады деп ойлайсыңдар? Себебі бұл вертикаль қозғалыс 90 градусқа байланысты болғандықтан, синус 90 градусымыз бірге тең болады да, ол жазылмайды екен. Сондықтан формуламыз v нолевой квадрат 2g болып өзгерді мына жақта. Негізі мына жерде синус квадрат x бар. Сол себептен бізде 90 градус болғандықтан жазылмады. Жасырын түрде тұр мына жерде. Егер формуламен ашып жазатын болсақ, негізі болуы тиіс. Түсінікті ғой? Ал егер сендерге басқа бір 90-да басқа бір градус болған жағдайда синус квадрат x-ті пайдаланасыңдар деп айтқым келген ғой. Енді мына жерде x max деп отқанымыз дененің түсу қашықтығы, максималды түсу қашықтығы, яғни бастапқы нүктесіне соңғы нүктесі ара қашықтығы ғой. Ал мына жерде ұшу уақыты деп отқанымыз дененің ауада қалықтау, ұшқаннан бастап төмен түскенге дейінгі уақыт. Сосын мынаны біле жүріңдер, дененің көтерілу уақыты, мысалы 5 секунд болсын, көтерілу уақыты, ал түсу уақыты қаншаға тең болады? Ол да 5 секундқа болады. Яғни дененің көтерілу уақыты бізге дененің түсу уақытына тең болады. Осыны біліп жүріңдер бұл теорияны. Түсінікті ғой? Ал егер мына жерде ұшу уақыты беріліп тұр, мына формулада ұшу уақыты. Ал егер бізде дененің көтерілу уақытын тап десе, тек бұны 2-ге бөле саламыз. 2-ге бөле салсақ, қараңдар, мына жердегі алдында 2 жойылып кетеді, қысқарып. 2-ге бөле салсақ, сонда дененің көтерілу уақыты бізде былай өзгереді екен. В көтерілу тең, қараңдар, былай өзгереді. В нолевой синус x бөлінген g бол. Түсінікті ғой? Мына жерде 2-ні салатын болса, ол ұшу уақыты болады. Ол толық көтерілу мен түсу уақытының қосындысы. Түсінікті ғой? Ендеше кеттік. Енді келесі бізде бір қалыпты айнымалы қозғалыстың графиктеріне тоқталайық. Бұл да оңай, өте қиын емес. Қараңдар, S-тің Т-ға қатысты графигі. Негізі S-тің формасы қалай еді? S тең болады АТ квадрат бөлінген 2 дейтін формасы бар ғой. Осы мына жерде Т квадраты квадрат алып тұрғандықтан, оның графигі параболаға ұқсас болады. Математикадан білетін шығарсыңдар, квадрат бұл бізде параболаға, яғни графикті қисайтады. Сондықтан графигіміз осылай өзгереді. Ал келесі бізде жылдамдығымыз бір қалыпты артып жатыр, сондықтан осылай өзгереді. Бұл бір қалыпты арту. Ал былай бір қалыпты кемелі болса, былай өзгереді. Түсінікті ғой? Ал келесі бізде үдеуіміз константа, яғни тұрақты болғандықтан, мысалға мына жер 3 болса, 3-ті ұстап тұра береді. Уақыт өзгеріп жатыр, 1, 2, 3 деген сияқты. Ал үдеуіміз сол әлі 3-те қалып тұр. Яғни үдеуіміз тұрақты. Түсінікті ғой? Ендеше бүгінгі теория түсінікті болса, енді осыларға байланысты есеп шығарайық. Бірінші есеп: орнынан қозғалған автомобиль 6 секунд ішінде жылдамдығын 36 метр бөлінген секундке жеткізді дейді. Автомобильдің үдеуі дейді. Қараңдар, мына жерде орнынан қозғалған деп тұр. Орнынан қозғалған деген не деген сөз? Ол бастапқы жылдамдығы 0-ге тең деген сөз. Ол логичный, орнынан қозғалып жатса, демек оның бастапқы жылдамдығы 0-ге тең болған екен. Сосын барып жылдамдығын арттырады. Сонда бастапқы жылдамдығы 0-ге тең, 6 секунд ішінде жылдамдығын 36 метр бөлінген секундке арттырады. Сонда автомобильдің үдеуін тап дейді. Үдеуге байланысты қандай формула береді бізде? В тең болады в нолевой плюс, қараңдар, плюс қойдым. Неге? Себебі ол жылдамдығын арттырып жатыр. Арттырды десек, біз плюс қоямыз. Яғни үдеумен қозғалса плюс қоямыз. Плюс АТ. Енді мына жерден үдеу тапсақ, үдеу таппас бұрын, қараңдар, бастапқы жылдамдығымыз 0-дей, сондықтан мынаны қарастырмаймыз. 0 болғандықтан жоқ болып кетеді, жойылып кетеді. Сонда үдеу тапсақ, А тең болады В бөлінген Т болады. Енді орнына қояйық. В деп отқанымыз соңғы жылдамдық. Соңғы жылдамдығымыз 36, 36-ны 6-ға бөлеміз. Уақытымыз 6. Енді 36-ны 6-ға бөлсек қанша болады? Әрине 6 метр бөлінген секунд квадрат болады. Онда жауап бізде Т вариантында тұр екен. Ендеше кеттік келесі есеп. Ұшақ 216 км бөлінген сағат жылдамдықпен ұшып, сосын 20 секунд уақыт бойы 9 метр бөлінген секунд квадрат үдеумен қозғалады дейді. Ұшақтың осы уақытта ұшып өтетін ара қашықтығын сұрап жатыр. Қараңдар, мына жерде километр бөлінген сағатта метр бөлінген секундқа айналдырайық. Ол так 3,6 болса қанша болады?
так 60 болады. 60 метр бөлінген секунд. Қараңдар. Ал дейді, ұшақ 60 метр бөлінген секунд жылдамдықпен ұшып келе жатады басында. Демек, не түсінеміз бұл жерден? Демек, біз бұл жерден бастапқы жылдамдығымыз 60 метр бөлінген секунд екенін түсінеміз. Яғни 60 метр бөлінген секундпен ұшып келе жатады ол басында. Сосын 20 секунд уақыт бойы ары қарай үдемелі қозғалады екен. Түсінсіздер ма? Тең болады 20 секунд уақыт бойы ол үдемелі. Қандай үдеумен? 9 метр бөлінген секунд квадрат үдеумен қозғалады екен. Ұшақтың осы уақытта ұшып өтетін ара қашықтығы, яғни S-ті сұрап жатыр. S тең болады белгісіз. Енді S-тің қандай формуласы бар? Еске түсірейік, кәне. S тең болады V нолевой T плюсті қоямын. Неге? Себебі бұл үдемелі қозғалып жатыр. Үдеудің алдында плюс тұр, иә? Ол плюс енді жазылмайды ғой. Сондықтан үдемелі қозғалып жатқандықтан плюс қойдым, минус емес. Плюс AT квадрат бөлінген 2 дейтін формула бар ғой. Дәл осы формуланы саламыз енді. Кеттік. S тең болады V нолевой деп жатқанымыз бастапқы жылдамдық, ол 60-ға тең. 60-ты көбейтеміз 20-ға. Қосамыз оған. Үдеуіміз 9-ға тең. Көбейтілген. Енді 20 секундты квадраты. 20 секундтың квадраты бізде 400 болады. Енді бөлеміз 2-ге. Енді мына жерде қысқарады. 400 бен 2 қысқарады. Мынау 200 болады. Так, енді бүйтіп жазайық. S тең болады. Енді 60 пен 20-ны көбейтсек қанша болады? 1200 болады. 1200-ге қосамыз. 9-ды 200-ге көбейтсек 1800, 1800. Енді екеуін қоссақ қанша болады? Әрине 3000 болмай ма? 3000 метр болады. Онда жауап С вариантында тұр екен. Кеттік, келесі есеп. Түзу сызықта қозғалған дененің үдеуі дейді. Қараңдар, график беріп қойған екен. VT графигін мына жерде үдеу тап дейді. Үдеудің қандай формуласы бар еді? А тең болады дельта V бөлінген дельта Т дейді. Яғни Т дейтін уақыттың өзгерісі мына формуладан шықты. V тең болады V нолевой плюс минус AT дейтін формуладан қорытылып шыққан формулаға өзі жаттап алған шығарсыңдар, иә. Енді біз мына жерде кез келген аралықты ала берсек болады. Қай аралықты алсаңдар да бәрібір сол бір мән шығады. Қараңдар, біз мынамен мына аралықты алайық. Онда мына аралықты алатын болсақ, біз қараңдар, бастапқы жылдамдықты 0 деп қарастырамыз. Неге? Себебі біз 0-дегі аралықты алып жатырмыз. V нолевой тең 0 дейміз. Себебі мына жерде 0-ге тең ғой. Сондықтан 0 болады. Бастапқы жылдамдығымыз. Соңғы жылдамдығымыз қараңдар, мына аралықты алғандықтан мына жерде 6-ға тең екен. Сонда соңғы жылдамдығымыз мына 6 деп тұр ғой. 6, иә. 6 деп жазып қойды. Соңғы жылдамдығымыз 6-ға тең. Ал енді уақытымыз қаншаға тең? Осы аралықтағы уақытты қараймыз, қараңдар. Осы уақыт аралығындағы. Мына жерде бізде 4-ке тең, қараңдар, 4-ке. Ол 2 секунд өтті, тағы 2 секунд өтті. Сонда 4 болады, иә. Мына жерде жазылып тұр ғой 4 деп. Сонда үдеудің формуласына саламыз. А тең болады V минус V нолевой бөлінген Т болады онда формулада. Енді А тең болады V деп отқанымыз соңғы жылдамдық. 6-дан азайтамыз, соңғы жылдамдығымыз 0-ге тең. Түсінікті болу үшін барлығын жазып шығайын. Так, Т-мыз жаңа айттым 4 секунд деп. Енді 6-ны 4-ке бөлсек қанша болады? Так, мына жерге жазайыншы. А тең болады 6-ны 4-ке бөлсек қанша болады? 1,5 метр бөлінген секунд квадрат болады. Түсінікті ғой. Ол В вариантында тұр екен. Енді мына жерден кез келген, мысалға аралықпен аралықты алып есептесеңдер де бәрі осы 1,5 метр бөлінген секунд шығады. Мысалға тексеріп көрсетейін сендерге. Дәлелдеп көрсетейін. Мысалы, аралықпен, давайте мына аралықты алайық. Енді есептеп қояйық. Қараңдар. Бастапқы жылдамдық ретінде біз 3-ті қарастырамыз. Ол кезде V нолевой бізде 3-ке тең болады. Қараңдар. Соңғы жылдамдығымыз 9-ға тең болады. V тең болады 9-ға. Енді уақытымыз қаншаға тең болады? Қараңдар. Біз мына екі аралықтағы уақытты қарастырамыз. Мына жерден бастап қарап жүрмеңдер. Мына екі аралықтағы уақыт қаншаға тең? 2-ден басталып тұр. Қараңдар. 2 секунд өтті, тағы 2 секунд өтті. Демек 4 секунд. Қараңдар. Болмаса мына жерде 6-дан 2-ді азайтсаңдар, бәрі 4 болмай ма? Сонда дельта Т бізде 4 секундқа тең. Уақыт аралығы ғой сонда. V нолевой мен V-ның арасындағы уақыт аралығы бізге 4-ке тең. Түсінікті ғой. Енді формула саламыз. А тең болады V минус V нолевой бөлінген Т дейтін формулаға. А тең болады V деп отқанымыз соңғы жылдамдық 9-ға тең. 9-дан азайтамыз. 3-ті. Оны бөлеміз 4-ке. Сонда қанша болады? 9-дан 3-ті азайтсақ 6 болады. 6-ны 4-ке бөлсек, жаңағы 1,5 метр бөлінген секунд квадрат дейтін жауапты алады екенбіз. Ол В вариантында тұр екен. Кеттік, келесі есеп. Қозғалыстағы дене уақыт өтуіне қарай мынадай X-тің теңдеуін беріп қойыпты. Осы заңмен өзгереді дейді.
бастапқы координатасы, бастапқы жылдамдық проекциясы мен үдеу проекциясын тап деп жатыр бізге. Мен өткен сабақта не деп айттым? Мен x-тің теңдеуін s-ға да, l-ға да теңестіре бересіңдер дедім. Неге? Себебі олардың өлшемділіктері бірдей, яғни метрға тең. Сондықтан, x-тің теңдеуі біз бүгінгі сабақ бойынша қалай еді? S-тің теңдеуі, жолдың теңдеуі v нолевой t плюс-минус at квадрат бөлінген 2 дегенге теңестіреміз. Қандай s-тің орнына тупо x сала қоямын. X тең болады v нолевой t плюс-минус at квадрат бөлінген 2 деп өзгереді. Енді үстіп қоя қояйық десек, қараңдар, мына жерде бір сан қосылып тұр, ол минус 2 дейтін сан қосылып тұр, яғни осы сан қосылып тұрса не істейміз деп сұрақ қоюлары мүмкін. Ондай жағдайда қараңдар, теңдеуіміз былай өзгереді. X тең болады x нолевой деп тіркей саласыңдар. Түсінікті ғой? X нолевой деп жаза саласыңдар. Если сан келсе, келмесе жазбайсыңдар. X нолевой плюс v нолевой t плюс минус at квадрат бөлінген 2. Қараңдар, мен x нолевой қостым. Себебі мына жерде сан қосылып тұр. Если бермесе, онда салмай қоюларыңа болады. Енді түсінікті болса, кеттік ары қарай. Мына жерге енді дәл осы теңдеудің астына берілген теңдеуді көшіріп жазамыз. X тең болады минус 2 плюс 4t минус 3t квадрат деп тұр. Енді мына жерге мән берейік. X нолевой деп отқанымыз, X нолевойдың дәл астына міне 2 тұр ғой. Бұл нені білдіреді? Яғни бастапқы координатымыз бізде минус 2 метрға тең екенін білдіреді. Ал v нолевойымыз плюс 4 деп тұр, ол нені білдіреді? Бастапқы жылдамдығымыз 4 метр бөлінген секундқа тең екенін білдіреді. Енді үдеуді апарып минус 3-ке тең деп білдіріп жүрмейміз. Неге? Себебі формула бойынша бөлу 2 тұр, теңдеуіміз бұрын былай болған ғой, қараңдар. Теңдеуіміз былай болған. X тең болады минус 2 плюс 4t минус 6t квадрат бөлінген 2 болған. Ол қысқарып барып, мына жерде 3t квадрат қалып қалған. Түсінікті ғой? 6 мен 2 қысқарып, енді 6-ны 2 бөлсеңдер 3 болмай ма? Сонда 3t квадрат болып қалған. Сонда мына теңдеу сай келді, бөлу x мен бөлу x тұр міне. Енді мына жерде a деп отқанымыз мынау 6. Сонда үдеуіміз мына жерде таңбасымен аламыз. Минус 6 деп тұр, минус 6 метр бөлінген секунд квадрат. Түсінікті ғой? Бұл үдеуіміз. Мына жерде 3 деп шатастырып жүрмеңдер. Көбі осы есептен 3 деп қателеседі. Осы жерге мән беріңдер. Сонымен, ондай жауап бізде А вариантында тұр екен. Түсінікті болса, кеттік келесі есепке. Материалдық нүктенің қозғалыс теңдеуі мына түрде берілген дейді. Бізге не сұрап жатыр? Нүктенің 2 секундтан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыруы дейді. Мына жерде орын ауыстыруын таба салу оңай, себебі беріліп тұрған уақытта мына теңдеуге қоя саламыз. X тең болады минус 3t квадрат деп тұр ғой. Дәл осыған t-мыз 2 секунд, осыны апарып қоя саламыз t-ның орнына. Сонда былай өзгереді. X тең болады минус 3 көбейтілген 2-ның квадраты қаншаға тең? Мына жерде квадрат деп тұр ғой, 2-ның квадраты 4-ке тең. Сонда 3-ті 4-ке көбейтсек минус 12 болмай ма? 12 метр. Біз енді орын ауыстыруын тауып алдық. Енді бізге не қалды? Жылдамдығын тауып қалдық. Жылдамдығын мына формуламен атаймыз. V тең болады v нолевой плюс-минус at дейтін формуламен. Мына жерде бізде үдеу белгісіз, үдеуді табамыз. Қараңдар, мына теңдеудің негізгі теңдеуі қалай еді? Негізгі тұрғанда еді. X тең болады v нолевой t плюс-минус at квадрат бөлінген 2. Қараңдар, мына жерде v нолевой t-сы жоқ, v нолевой t-сы жазылмаса, демек бастапқы жылдамдығымыз 0-ге тең деп түсінеміз. Сондықтан мынаны алып тастаймыз. X тең болады, яғни 0-ге тең болғандықтан жоқ болып кетеді ғой. Плюс-минус at квадрат бөлінген 2. Енді мына жерде мәселе плюс па, минус па? Мына жерде минус деп тұр. Минус нені білдіреді? Демек кеммелі қозғалыс екенін білдіреді. Сондықтан мына жерде минус қоямыз. Так, мына жерде минус тұрады. Себебі қозғалысымыз кеммелі. Енді мына теңдеуге теңестіре саламыз. Минус at квадрат бөлінген 2 тең минус 3t квадратқа. Енді мына жерде 2-міз көбейтіледі, сонда минус at квадрат тең минус 6t квадрат болды. T квадраттар қысқарады, минус t квадрат тұр. Яғни минус пен минус плюс болып кетеді. T квадраттар қысқарып кетеді. Так, a тең болады 6 метр бөлінген секунд квадрат. Үдеуді тауып алдық. Қазір енді мына формулаға үдеуді апарып қоямыз. V тең болады, v нолевойымыз 0 болды, жаңа айттым, Мында жазылмағандықтан 0-ге тең болғандықтан 0 деп қарастырамыз.
плюс минус ат. Ендігі мәселе плюс қоямыз ба, минус қоямыз ба? Жаңа айттым, кеммелі болғандықтан әрқашан минус қоямыз. Сонда в тең болады минус, мына жерге 6 тұр, 6-ны ұмытпаймыз, өдеу 6 көбейтілген. Так, уақытымыз 2-ге тең. Сонда қанша шығады? Минус 12 шықпай ма? Метр бөлінген секунд. Ондай жауап қазір. Так, минус 12-ден минус 12 С вариантында тұр екен. Түсінікті болса, кеттік келесі есепке. Так, автомобиль тұрақты 0,5 метр бөлінген секунд квадрат үдеумен тыныштық күйден таудан түсе бастайды дейді. Тыныштық деп тұр. Тыныштық күйден, яғни тыныштық десе, бізде бастапқы жылдамдығымыз 0-ге тең. Енді 20 секунд ішіндегі автомобильдің орнын ауыстыруға момент аламыз. S тең болады v нолевой t плюс минус at квадрат бөлінген 2. Мына жерде v нолевойымыз 0 болғандықтан at квадрат бөлінген 2-мен шығарамыз. Түсінікті ғой, түсінікті болу үшін барлығын жазып, сендерге ашып көрсетіп жатырмын. Сендер есепті шығара бере, бара-бара мыналарын жазбай ақ қоятын боласыңдар. Себебі уақыт алады, S тең болады. Мына жерде плюс қоямыз ба, минус қоямыз ба? Бұл тыныштық күймен таудан түсе бастайды, яғни үдеме қозғалып жатыр, сондықтан at квадрат бөлінген 2. Мына жерде үдеуіміз беріліп тұр 0,5. Так, уақытымыз беріліп тұр 20. 20-ның квадраты 400, и 2-ге бөлеміз, есебі шыға салады. Мына 2 қысқарады, 200 болады. 200-ден 0,15-ге көтсек қанша болады? Әрине 100 болмай ма? 100 метр. Ондай жауап бізде Т вариантында тұр екен. Кеттік келесі есеп. Қозғалыс басталғаннан 4 секунд өткендегі дененің орнын ауыстыру. Яғни 4 секунд уақыт өткен екен, 4 секунд уақыт өтті. И ондағы соңғы жылдамдықты тауып алайық. Соңғы жылдамдығы бізде 4 метр бөлінген секундқа тең екен, соңғы жылдамдығы. И оның бастапқы жылдамдығын тауып алайық, яғни графигіміз қай жерден басталып жатыр. Ол в нолевойымыз 2 метр бөлінген секундқа тең екен, Енді орын ауыстыру тап деп жатыр. Момент аламыз, S тең болады в нолевой t плюс, неге плюс дедім? Себебі денеміз үдемемен қозғалып жатыр. At квадрат бөлінген 2. S тең болады в нолевой деп отқанымыз 2. 2 көбейтілген t-мыз 4-ге тең, себебі 4 секунд уақыт өткен, көбейтілген 4 плюс, так, мына жерде тағы үдеуіміз белгісіз. Үдеуді қалай табамыз? Үдеуді мына формуламен табамыз. A тең болады v минус v нолевой бөлінген t деймін. Бұл қайдан шықты десеңдер, мына формуладан шықты, v тең болады v нолевой плюс минус at-дан шықты. Түсінікті, осыдан шықты. Енді мына жерде үдеу тапсақ, бастапқы жылдамдығымыз. Так, соңғы жылдамдығымыздан азайтамыз бастапқы жылдамдықты, яғни 4-тен 2-ні азайтамыз, бөлеміз 4 секундқа. Себебі 4 секунд уақыт өтті. Енді 0,15 болмай ма? 4-тен 2-ні азайтсақ 2, 2-ні 4-ке өзек 0,15 метр бөлінген секунд квадрат болады. Үдеуді тауып алдық. Енді апарамыздан мынаған қоя саламыз. 0,15 көбейтілген t деп отқанымыз 4. 4-тің квадраты бізде 16 бөлінген 2. 16 мен 2 қысқарады, 8 береді. Мына екеуі тағы қысқарады, 4-ті береді. Мына екеуі 8 болады. В общем, 8-ге 4-ті қоспаймыз ба? 8-ге 4-ті қосақ қанша болады? 12 метр болады ғой. Ондай жауап С вариантында тұр. Келесі есеп, поезд 20 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалады дейді. Тежелген соң толық тоқтағанға дейін ол 200 метр ара қашықты жүріп өтті дейді. Тежелудің жүрген уақыты дейді. Поездтің суретін салайын, бір поездтің. И ол 20 мен келе жатады екен. В нолевой бізде 20 метр бөлінген секунд. Бастапқыда 20 мен келе жатады, и ол тежеледі. Қанша метр бойы? 200 метр бойы тормоз басады екен. 200 метр бойы тормоз басып жатыр. Және ол толық тоқтағаннан кейін 200 метр бойы тежеледі. Енді толық тоқтағанда соңғы жылдамдығы қаншаға тең болады? Соңғы жылдамдығы 0-ге тең болмай ма? Соңғы жылдамдығы. Неге? Себебі ол тоқтады. Толық тоқтағанда оның жылдамдығы сәйкесінше 0 болмай ма? Логично, Енді бізге не сұрап жатыр? Осы тежелгеннен бастап толық тоқтағанға дейінгі уақыт сұрап жатыр. Бізде Т белгісіз. Уақыт табу үшін так, мынадай форманы еске түсірейік. S-тің формасы бар еді ғой. В нолевой Т, так, минус қоямыз. Себебі неге? Тежеліп жатыр. Т квадрат бөлінген 2. Мына жерде так, үдеуіміз белгісіз. Үдеуді табу үшін мына форманы еске түсірейік. В тең болады в нолевой плюс минус АТ. Так, мына жерде минус қоямыз. Себебі тежеліп жатыр, минус. Бірден асып кетейін, минус АТ болады. Енді мына жерде үдеу тапсақ, былай өзгереді. В нолевой минус В болады, бөлінген Т. Бұл жерде уже математика деді, Так, енді осы үдеуді апарып, мынаны апарып,
мына жерге қойсақ деудің орнына. Сонда теңдеуіміз былай өзгереді. S тең болады v нолевой t минус v нолевой минус v бөлінген t болады, және мына жерге t квадрат қалады. t квадрат бөлінген 2 болады. Мына t мен t квадраттың квадратты қысқартып жіберсек, енді былай өзгереді. S тең болады v нолевой t минус v нолевой минус v, жақшан ішіне алып қояйық, t бөлінген 2. Мына жерде бізде соңғы жылдамдығымыз нөлге тең болғандықтан мынаны қарастырмаймыз. Яғни мынаны алып тастаймыз, иә. Сонда так, жинақы түрде жазайыншы, мынаны кетіріп тастайын. Мынаны қарастырмаймыз біз уже. Себебі нөлге тең болып кетті. Мына жер көбейту, иә, көбейту. v нолевой t бөлінген 2. Енді мына жерден S-іміз қаншаға тең? 200-ге тең. Бірден асып кетейік. 200 тең. Бастапқы жылдамдығымыз 20-ға тең. 20-ға. Т белгісіз, Т деп жазып қояйық. Минус, так. v нолевойымыз қаншаға тең? 20-ға тең. Уақытымыз белгісіз, Т деп жазып қояйын. И бөліп 2 дейін. Мына жерден 20 мен 2 қысқарады, 10-ға. Сонда 200 тең 20t минус 10t болады. 200 тең, теңдеу шешіп жатыр, иә. 20-дан 10-дан азайтсақ қанша болады? Әрине 10t болмай ма? Енді t-ны тапсақ мына жерден. Мынау мен жаққа бөліп барады, яғни қысқарып кетеді, иә. t тең болады 20 секундқа екен. Ондай жауап С вариантында тұр. Ендеше кеттік келесі есеп. Так, еркін құлаған дененің 1 секундтан кейінгі жылдамдығы. Еркін құлаған десе, бастапқы жылдамдығымыз 0-ге тең екенін мен сендерге айттым. Енді еркін құлап жатыр, денеміз жылдамдық сұрап жатыр. Мына форманы еске түсіреміз. В тең болады v нолевой. Плюс қоямыз, себебі ол құлап жатыр төмен қарай. GT. Бастапқы жылдамдығымыз 0 болғандықтан қарастырмаймыз. Яғни 0-ге тең болғандықтан. GT. 0 болса да бәрі жоқ деген сөз ғой. Так, v тең болады, g-міз 0-ге тең, уақытымыз 1 секунд. Сонда 10 метр бөлінген секунд. Ондай жауап А вариантында тұр. Ендеше кеттік. Келесі есеп, тік жоғары лақтырылып, 8 секундтан соң жерге құлаған дененің көтерілу биіктігі дейді. Қараңдар, бір денеміз жоғары лақтырылған екен, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 деп керді, 8 секундтан кейін төмен құлаған екен. Осы жердегі көтерілу биіктігі, яғни H-max тап деп жатыр. H-max-тың қандай формуласы бар еді? H-max тең болады v нолевой квадрат бөлінген 2g. Мына жерде бізде бастапқы жылдамдығымыз берілмеген, яғни белгісіз. Онда былай қарастырсақ, мына жерде бізде какой-то бір h биіктіктен денеміз еркін құлады деп қарастырсақ, онда формуламыз былай өзгереді. H тең болады v нолевой t плюс қойып жатырмыз, себебі төмен құлағанын қарастырып жатыр. Так, gt квадрат бөлінген 2 деп. Енді мына жерде жылдамдығымыз бастапқы жылдамдығымыз неге тең деп қарастырамыз. Әрине 0-ге тең деп қарастырамыз, себебі H-max-та, яғни ең жоғары биіктікте бізде жылдамдығымыз 0-ге тең. Сондықтан еркін құлаған дене болады бұл бізде. H тең болады gt квадрат бөлінген 2 болады. Енді мына жерге жазайын, түсінікті болу үшін H тең болады. G деп отқанымыз 10-ға тең. Так, T деп отқанымыз мына жерге 8-ді қойып, картопты жарып жүрмейміз. Себебі бұл бізде атылғаннан бастап жерге құлағанға дейінгі кеткен уақыт. Ал бізде мына аралықты қарастырып жатыр. Яғни құлаған аралықты қарастырып жатыр. Бұл бізде сәйкесінше сол уақыттың жартысына тең, яғни 4 секундқа тең. Көтерілу уақыты мен түсу уақыты 4 секундқа тең. Түсінікті ғой, екеуі бір-біріне тең. Ал толық көтеріліп, толық түскенге дейінгі уақыт 8 секундқа тең. Түсінікті, иә? Мына жерге 4-тің квадраты бөлінген 2 дейміз. Енді 4-тің квадраты бізде 16-ға тең. 16 мен 2-ні қысқартсақ 8 болады. Так, мынау 80 болады. Сонда бізде жауабымыз 80 метр болады екен. Онда жауап бізде В вариантында тұр. Ендеше кеттік келесі. Так, еркін құлаған дене А нүктесін мынадай жылдамдықпен өтсе дейді, одан мынадай метр төмен орналасқан В нүктесін өтетін жылдамдығы дейді. Так, короче, былай. Еркін құлаған бір денеміз и мына жерде бір А нүктесін белгілей салайық. А нүктесін мынадай жылдамдықпен өтеді екен. 9,8 метр бөлінген секунд жылдамдықпен өтеді екен. А нүктесін. Және одан мынадай төмен орналасқан екен. Мынадай арақашықтықта. 14,7 метр арақашықтықта орналасқан В нүктесін өтетін жылдамдығын сұрап жатыр. Белгісіз. Енді біз мына жерде қалай қабылдаймыз?
Бастапқы жылдамдығымыз 9,8 метр бөлінген секунд деп қабылдаймыз. Себебі ол 9 метр бөлінген секундтан төмен құлап жатыр деп қарастырамыз. Және ара қашықтығымыз 14,7 метр деп қарастырамыз. Және соңғы жылдамдығымыз белгісіз бізде. Мына жерде мынадай формуланы еске түсіреміз. v квадрат минус v нолевой квадрат. Так, плюс қоямыз ба, минус қоямыз ба? Плюс қоямыз, себебі ол төмен бағытталған. 2gh. Так, мына жерде бізде нені тап деп жатыр? Соңғы жылдамдықты тап деп жатыр. Сонда v квадрат тең болады 2gh, но міне қып плюс v нолевой квадрат болады. Және квадраттан құтылу үшін түбір астына аламыз, мыналарды. Так, v тең болады түбір астында 2 көбейтілген, так, 10 деп отқанымыз, g деп отқанымыз 10-ға тең, h деп отқанымыз 14-те 7-ге тең, плюс, так, v нолевойымыз 9,8-дің квадраты. 9,8-дің квадраты. Енді мынаны шығарсаңдар, сендерде, так, а вариант шығады, яғни 19-да 6 метр бөлінген секунд дейтін жауапты аласыңдар. Есен мана есептесеңдер. Негізі шығару жолы түсінікті болса, ендеше кеттік келесі есепке. Алғашқы жылдамдығы берілген, яғни бастапқы жылдамдығымыз 44 метр бөлінген секунд. Тік жоғары лақтырылған дененің көтерілу биіктігі, яғни h max тұрып жатыр, h max оның формуласы қандай еді? v нолевой квадрат бөлінген 2g. Енді 44-тің квадраты бізде 1936, оны бөлеміз 20-ға. Так, 20-ға бөлсеңдер, примерно 96-да бірдеме шығады, 96-да 6 ма, 96-да 8 бе, оны жуықтап, так, 100 дей салайық, қана жерде жуықталған түрі тұр екен. Ол, так, v вариантында тұр екен. Кеттік келесеп. Биіктігі 6 метр ағаштан алма құлады дейді, құлау уақыты. Яғни, бастапқы жылдамдығымыз 0 деп қарастырамыз. Биіктігіміз 6 екен. Құлау уақытын сұрап жатыр. Тең болады белгісіз. Мына формула бар ғой? Так, бастапқы жылдамдығымыз 0 болғандықтан формуламыз болады. g t квадрат бөлінген 2 болады. Мына жерден уақыт тапсақ, t тең болады, түбір асты 2h бөлінген g болады. Енді мына жерден кеттік, орнына қоя саламыз. Түбір асты 2h деп отқанымыз 2 көбейтілген 6 бөлінген 10, t тең болады, түбір асты 12, 12-ні 10-ға бөлсек 1,2 болады. Енді 1,2-ні түбір астына алсаңдар 1,1 секунд болады. Ондай жауап t вариантында тұр. Ендеше кеттік келесі. Дене 80 метр биіктіктен еркін құлағанда жерге түсер алдындағы жылдамдығы дейді. Мынадай бір аралықты қарастырайық. Ол 80 метр болсын. 80 метр. Дене так еркін құлады дейді. Еркін құласа, бастапқы жылдамдығымыз 0-ге тең. Мына жердегі жылдамдықты тап деп жатыр. Жерге түсер алдындағы мына жердегі жылдамдығын тап деп жатыр. Так, мына формуланы еске түсіреміз. v квадрат минус v нолевой квадрат тең, плюс қоямыз ба, минус қоямыз ба? Плюс болады, себебі ол төмен бағытталған. 2gh. Так, бізге не сұрап жатыр? Соңғы жылдамдықты сұрап жатыр. v тең болады. Так, түбір астына аламыз. 2gh, но міне қып плюс болып қойыпты. v нолевой квадрат. Так, v тең болады, түбір астында 20 көбейтілген 80 плюс v нолевойымыз бізде бастапқы жылдамдығымыз 0-ге тең. Енді кеттік, v тең болады. Көбейтсек қанша болады? 1600 болмай ма? Бұдан біз қанша аламыз? Түбір астынан 40 метр бөлінген секунд шығады. Түбір астынан 40 метр бөлінген секунд. Ондай жауап С вариантында тұр. Кеттік келесеп. Дене 20 метр бөлінген секунд бастапқы жылдамдықпен горизонталь 45 бұрыш жасай лақтырылды дейді. Лақтыру орнынан 45 метр қашықта орналасқан үйден дене қандай қашықтыққа құлайды дейді. Суретін салып көрсетейін. Біткен жер болсын, давайте. Бір үй болсын. Бір үй тұрсын мына жерде. Мына жерде бір лақтыру орны болсын. Мына жерде бір денеміз лақтырылады. Белгілі бір бұрышпен. Лақтырылды делік. Мына жерге түссін делік. Альфамыз 45 градусқа тең. 45 градуспен лақтырылады денеміз. Мына жерге түсті делік. Бастапқы жылдамдығымыз қанша деді? v нолевой 20 дейді. Метр бөлінген секунд дейді. Лақтыру орны мен үйдің ара қашықтығы бізде қанша деп тұр? 45 метр деп тұр. Енді денеміз қандай қашықтыққа құлайды дейді үйден. Яғни үй мен мына жерде тап деп жатыр. Қандай қашықтыққа құлайды? X. Мына жер белгісіз.
Я болмаса былай асып кетуі мүмкін, иә, үйден былай асып кетіп былай құлауы мүмкін, болмаса мына жерде анықта деуі мүмкін. Қазір оны қарастырамыз, асып кете ме әлде жетпей қала ма. Так, кеттік. Бізде x максимум қалай еді формуласы? Так, в нолевой квадрат синус 2 альфа бөлінген g. X максимум тең болады. Так, в нолевой деп отқанбыз бағана 20 квадрат бізде 400. Синус 2 альфа деп отқанбыз. Так, синус 90 градусымыз бізде 1-ге тең. 1 деп қойық, g-іміз 10-ға тең. Енді қысқарады 40 метр болады. Сонда денеміз 40 метрға шығады екен. Мына жер 40 метр болды. Мына жер табылды 40 метр. Бізге мына жер тап деп жатыр, иә. Мына жер 40 болса, ал мына жер 45 болса, демек, мына x-іміз 5-ге тең, 5 метрге. Бұл логичный, иә. Сонда x-іміз тең 5 метрға. Үйден 5 метр қашыққа түседі екен жауабы. Келесі соңғы есеп. Көкжиекке 30 градус бұрыш жасай, 10 метр бөлінген секунд жылдамдықпен лақтырылған дененің көтерілу биіктігі мен ұшу қашықтығын тап дейді. Суретін салып көрсетейін. Бір денеміз бастапқы жылдамдығы қандай дейді? 10 метр бөлінген секундпен лақтырылады екен. Мына жер қандай бұрышпен? 30 градуспен лақтырылады. Бастапқы жылдамдығы 10 метр бөлінген секунд дейді. Мына жерге бізге не тап дейді? H max тап дейді. Яғни максималды көтерілу биіктігін. Және x max тап деп жатыр. X максимум белгісіз. Енді H max-тың қандай формуласы бар? Еске түсірейік. H max тең болады в нолевой квадрат бөлінген 2g. Және бізге бұрыш берілгендіктен синус квадрат альфа деп жазамыз. Енді кеттік, мына жерден есептесек, H max-ымыз тең болады в нолевой квадрат деп отқанымыз. Так, 10-ның квадраты бізде 100-ге тең. Көбейтеміз. Синус 30 градус 2-ден 1-ге тең, 2-ден 1-дің квадраты 4-ден 1, 4-ден 1. Және 10-ды 2-ге бөлсек 20 болмай ма? Енді 20 мен 100-ді қысқартсақ 5 болады. Енді 5-ті 4-ге бөлсек 1,25 метр шығады екен. Бұл бізде максималды биіктігі, дененің көтерілу биіктігі. Енді біз ұшу қашықтығын табайық. Ұшу қашықтығы H max тең болады. Қандай еді формуласы? В нолевой квадрат синус 2 альфа бөлінген g болады. Енді кеттік, орнына қояйық. В нолевой квадрат деп отқанымыз жаңа 100 болады. Синус, так, альфамыз бізде 30-ға тең. И синус 60 градус, синус 60 градус бізде түбір асты 3 бөлінген 2. Так, 2-ні бөліміне салып жүрейік. 2 көбейтілген g-мен көйтіп жібереміз. 20 болады. Сонда 20-мыз 100-бен қысқарады да 5 береді. 5 түбір асты 3 метр шығады екен. Ал сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Түсінікті болса, баршаңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар.